ой қажеті екі-ақ зат екен ғой деп қызығып балаларға бір мынандай мороженое жасап берген ғой. Ой шығыны аз болса да бәле күнде жасап бер деп миымды жесе, дүкен жемейміз деп бәле болды. В общем, сіздердің іштеріңізде пісіп отқан болса, былай шоколадты ерітіп стаканға құясыздар да, айналдырып барлық жеріне біркелкі тигізіп шығып мұзханаға жібересіздер. 5 минутта қатып алам дегенше біз бананды жақсылап блендермен езіп аламыз. Шоколадты кондитер қапшасына салып, ыстық суға салып қойсаңыздар, осылай күшті ериді. Микроволновканың да қажеті жоқ. Шоколадты араластырып, тағы да бір блендер жасап аласыздар да, жаңағы қатып алған шоколадты стаканымыздың ішіне толтырып шығасыздар. Неге жаратарыңызды білмей отқан сушидің таяқтарын осылай ішіне салып шығып, мұзханаға жіберіп, тағы да қатып алғаннан соң үстінен шоколад құйып аласыздар. Басында жеуге азығып, бір-ақ сағат мұзханаға жіберіп қойып, сосын ашып қарасақ, іші жақсы қатпаған екен. Осылай ағып түсе салды. Сосын балалардан көрдім, кішкене күте тұрсаңдар болады ғой деп қайтадан мұзханаға жіберіп, 4-5 сағаттан соң мұзханадан алып ашып қарасам, осылай күшті болып қатып қалған және іші енді еш жерде жоқ балмұздақтай дәмді болған. Видео ұнаса лайк басып сақтап, көп балалы мамаларға жіберіп қойсаңыз